Сәлем достар, сіздермен бірге Асимон. Бүгін мен қаладан ауылға әжеме келдім. Міне артымда әжем де тұр. Что-то қарным ашып кетті-ау деймін мен. Әже, үйде тамақ бар ма еді? Мен былайынан қарап келейін. Біздің үй әдемі ғой, қараңызшы, күтті болса да. Бір достар, короче енді. Сендерге рахмет достар, 2000 подқа жеткізіпсіңдер. Көп рахмет. Мен сендерге қалай алғысын білдірсем екен. Короче, кеттік историяға. Әже, үйде продукты таусылып қапты ғой. Не, продукт алып келейін ба мен? Что-то қарным ашып жатыр. Егер продукты таусылса, мен алып келейін. Давай, мен қазір қарап көрейін, дейік. Ё-майо, мынаның ішінде дым жоқ қой, әже. Өрмекшілердің несі болмаса торлары. Өзім байынан барып тамақ алып келейін де, әже. Әже деймін. Ой, әжем былай кішкене ауырып қалған еді. Міне сосын енді былайынан неге отырып қалды коляскаға. Я дед. Давай неше. Кстати, ақша бар ма сенде? Ақша бар болса маған берсеңші, менде ақша жоқ. Атанам бәрін алып қойды, сен қыдырасың, соған жаратасың деп. Ақша бар ма? Ну, окей, неше, мен кете берейін. Я. Жоқ, ақша бар екен. Әне, қараңда бет орамалының ішіне салып алған ғой. Кімнің әжесі осындай? Менің сестренкам кірді, нағашы. Алып кеттім. Әже, саған тағы сосед беріп қойдым, если что. Кеттім мен. Достар, нағырындар бізге жаңа көрші кепті. Айко, кел деп жатыр. Бұл менің құрбым. Короче, бұл мен желді танысып ағам. Ой, сәлем құрбым, қалайсың? Не ғой? Кеттік магазинге бірге барасың ба менімен? Не тадын қалдым. Ой, құрбым, неме бойың кішітіп қалған ба әлі? О, Айко, привет, сестренкасы. Бұл, короче, ұлпейін сестренкасының рөлінде ойнап жатыр. О, Айко, привет, қалайсың? Біздің үйден былайна кәмпит печенье сұрауға келетін еді, неге келмей қалдың? Әже айтты ғой, мен сен кетіп қалғаннан кейін что-то келмей кетті деп. Кеттік құрбым, магазинге барып кетті жүрсей. Құрбым айда кетті. Немене фокус-мокус болып кете берді. Ой, қасқа. Ну, окей енді. Мен өзім бара берейін. Просто қаланы танымаймын да енді, ұмытқалғам. Все келатыр, анағанда деп шауып келатыр. Ой, сестренкасын лақтырып кетті Айконы. Ойбай. Құрбым, жай жүрсей, мен былай жүгіре алмай аттым ғой. Ой, ема, шашап қалдым уже. Құрбым, сен мені естіп тұрсың ба? Мен саған әңгімемді айта берейін, бергесей. Короче, құрбым, мен былайнен мама қарай кетіп қалған соң қалаға. Әжем шашап қалыпты, кішкене ауырып қапты. Еще так, бұжы менің әжем былайнан трендтан қап қойған ба бір бәле. Анағанда ұлдың үскен. Короче, сондай әжем... Ой, мен айтып атсам, бұнымды бір жылап алайын деп атсам, нағыз айта кеткен. Құрбым, қайдасың? Ой, бұл... Ят боп қалды ой, Науылға айтып атым ба, не істедім? Құрбым, неқпен келатыр, ой. Короче, сол әжемнің үйі бай ескіріп қапты, уже кедей боп баратыр. Әженің үйінде ешкім жоқ жұмыс істеп, оған ақша береттің. Сенде ақша бар ма? Қарызға беретті, подружка. Мен тек аз затымды ғана алам. Енді мен былайынан атанам мен тастап кеткеннен кейін ешкім қарай алмайды. Сондықтан әжеме қалдырғаннан кейін мен уже өзімді кедей сезінем. Қарызға маған бере тұршы. Ой, рахмет, құрбым. Мен сені жақсы көрем, I love you. Короче, енді мен барлық ақшаны құртпай қойын. Ато ұят болып қалады. Енді мен былайынан кола алмайын, бізге продукты керек, банан және алма. Тағы не бар екен? Так, чипсы алсаңыз, түнде қарным ашса жей салам. Не жеймін, басқа тамақ жоқ қой. Сүт алмасам, шайға қосып ішеді әжемше, ато былайынан бас ауырып қалады әженің. Мә құрбымдарға қараңдар, чипсы, кола, бабл ти бәрін алып отыр. Мен жей ғана продукты. Короче, өткізейік. Ой, шоколад бар екен. Пычақ. Короче, өткіздім.
алып кеттім ал. Ойбай, пакетін ұмытып кеттім ғой мен. Құрбымды тастап кетіп баратырмын. План дұрыстап не істедім иә. Мен құрбым қайда кетті? Неме фокус қызылын болған соң ба көрмейсің иә? Ой, мен пакетімді алуды ұмытып кеттім құрбым. Сен онда төлей салайын иә? Пакетім тұра тұрсын иә, касса елес адам. Құрбым деген күшті. Алып кеттім ал мен. Құрбым өзі басып жатыр. Ой қасқа, мен тағы пакетімді ұмытып кетіп баратырмын. Бір әжемнің қасында жүремін деп немен кеткен. Так, әже ана дәрісін ішті, тағы дәрісін ішті дейме. Алло, әже. Ой, тоқтатырымдар маған звондап қалған сияқты, ескі телефон ғой енді. Алло, әже, не болды? Не? Бұл кім? Маған тез больницаға кел деп жатыр құрбым, тез бол, артымнан бол. Не? Бұлай болу мүмкін емес қой. Сіз не деп тұрсыз? Сіз кімсіз вообще? Доктор, ойбай-ай. Больницаға қаяқта еді мен? Бір құрбым қайдақтасың енді, мен мұнаны таппай жатырмын. Құрбым мына жақта жүр екен. Жоқ, бұлай болу мүмкін емес. Әжемен тастап кетпейді. Жоқ. Телефонмен сөйлесіп, аны тұтқан қойып жүрді. Бір не болып кетті? Жоқ. Дәрігер қақтасымен келдім. Дәрігер әжем қайда менің? Дәрігер. Менің жалғызым еді дәрігер. Әже тұрсай болды. Әже пранк ұстамай-ақ қойшы. Әже бүгін мен туған күнім емес вообще. Пранк ұстамай-ақ қойшы деймін. Әже тұршы. Құрбым, сен не ойбай жылап жатсың құрбым? Жоқ, әже тұрсай. Енді маған ол туған әжемдей болып кетті ғой. Құрбым, все поняла. Әже пранк ұстамашы бізге, әже. Мен кеттім. Жарайды. Шыдай алмаймын. Әже бол, тұршы. Әже, мен санда пранк ұстай алмады. Әже, тұршы. Қызым, менің уақытым жақындаған сияқты. Сенің ата-анаң негізі маған тастап кеткен. Сенің ата-анаң, сен енді әке-шешең емес. Қызым, давай, менің уақытым ке. Не, әже, жоқ, ата-анам бүйтіп тастап кетпеген шығар. Әже, пранктарын ұстамаңдаршы болды. Әже, мен сендер үйренжедім, ата-анам тастап кетті мені. Не үшін бұлай одан да жетімді үйіне өткізе салмай ма менің ата-анам? Не үшін бүйтіп істеді? Дәрігер, не қарап жүрсің да? Дәрігер қаяқтасың сен? Дәрігер тегде, сен вообще дәрігер қарамаған, сен қалай білесің әже вообще? Жоқ, болмайды ғой бұлай. Не үшін не істесем екен? Әжемен тастап кетіп бара жатыр. Мен өз-өзімді асырап үйренуім керек. Доктор, шақырайыншы тезірек. Қайдасың әже? Ойбай, қайдасың доктор? Не үшін бұлай? Мен не істеймін енді? Не болайын ба? Доктор жүр екен. Доктор, қаяқта жүрсің? Тез қарашы тез, әжем тірілуі керек тағы да. Олай болу мүмкін емес. Әжем мен жап-жас қой әлі. Қара шаштарын бере алайын деп жүр, концертке барайын деп. Өкінішке орай қалай айтсам екен? Ол өмірден озды. Не? Жоқ, бұлай болу мүмкін емес. Менің ешкім жоқ. Дәрігер, былайынан қараңызшы. Өтінем, дәрігер, өтінем. Жоқ. Бұлай болу мүмкін емес. Сестренка. Әже, сен немен тастап кеттің? Бір ай өтті, мен саған күнде келіп жүрмін. Әже, қашан келесің сен маған? Сен былай мен келген соң мен маған келесің деген ойдамын әже. Тым болып кетті, жарайды қайтайын. Сестренкамды күтіп қалған шығар. Шаршап кеттім. Ой, азықтарды бітетін уақытты болыпты ғой. Менің үйім қаяқта еді өз әжене. Ол үйді ертең бұзып тастайды-ау деймін. Басқа бір үй алу керек. Мен не істеймін? Үйге телепортпен бара салайыншы. Менің құрбым бай содан бір жұмыс істеп келейінші. Диндон құрбым. Қалайсың құрбым? Ой, құрбым кетіп қалған несі? Айко, не қайда кім? Менің құрбым қайда? Ұлпи? Құрбым, сен білесің, менің әжем өзі кетіп қалды. Тек сестренкам екеуміз қалдық. Маған енді жұмыс жасау керек. Сенде жұмыс бар ма? Әне, мен сестренкамды кет. Айко, кел универде сестренкам.
маған сенің үйіңде бір андай қызметші бар ма жұмыс істейтін? Сестренканы айтпайсың ба? Ой, мамасы келіп қалды. Не болып қалды? Сәлеметсің бе көрші қыз, қалайсың? Жақсымын ғой. Апай, дей берейінші, менің әжем не істегеннен кейін енді тек сестренкам екеуміз қалдық. Енді бізге ақша табу керек, мен сестренкам былай асырауым керек. Уайымдамашы көрші қыз, давай сен біздің үйімізге тұр, мен саған жалақыңды көп етіп берем. Сен бізге былай жұмыс істесең болды, үй жинап беріп, ма? О, шын ба, рахмет сізге көрші апай. Кеттік, Ұлпи маған нелер берсе? Кеттіппін ғой бөле. Рахмет сізге, рахмет саған да құрбым. Так, Ұлпи, енді сен маған былайнан бер, мен жұмыс істей берейін. Ал достар, осымен Асимон әжесінен айырылып қалғаннан кейін ол өзі былай жұмысқа тұрып, короче, үй жинайды. Ал скорс, давай кеттік ал. Кстати, достар, мен өзімен бірге жиі ойнайтын, менімен бірге видео түскілерім келсе, менің инстаграм аккаунтыма жекеге жазып кетіңдер. Кстати, достар, фанаттарым, давайте маған тіркеліп кетіңдер. Сендер көбісі маған тіркелмепсіңдер, ренжіп қаламын. Короче, тіркелмеген болсыңдар, тіркеліп, лайк бұтағымды басып кетсеңдер болды. Так, енді мен жұмысымды істейін. Мамасы мен уже лерін болдым, айлам бересіз бе? Ой, рахмет, кеттік, сестренка, мен жұмыс істейік. Айлығымды алдым. Рахмет, подружкам. Рахмет, көрші тәте. Сіздерге көп рахмет. Ой, сәтет бермеген сіздер ме қыздарыңызға? Не істеп жүрсіздер, сіздер бірнеше күн болды ғой. Жүре ғой, сестренкам. Мына ақша әлі жетпейді ау деймін. Тағы былайынан жұмыс істесем, не болып жұмыс істейінші? Мен әлі жаспын ғой, балаларды миым ашымайды шығар. Кеттім ал енді. Үйіме барып қарайын. Құрбым, давай. Так, мыналарға няня керек пе деп сұрап аламыз. Енді алдымен мен киім сатып алайын. Еще онлайн форматта ғой. Құрбым, қаштай мен киім ауыстырып жатыр едім. Ой, кешір. Кешірмеймін. Десіңе. Так, мен повар болам. Няням потом болайыншы, ақшамды алып алмасам. Отбасы дейді. Мәссаған қараңдар. Мамасы дейді. Ішінде адам құлап жатыр. Сөндірсінде шана аяқты мен қазір жұмыс. Кім мынау есік жауып жүрген? Қарасындашы, есіктер немене? Аяқта жатып жатыр, қол шапалақтай жатыр. Не жатыр, не концерт қойылым. Браво, давайте, жалғастырыңдар, давайте. Айтпақшы, сіздерге повар керек па, клиник? Не алып жатсың? Назерге деген қыз жатыр ғой. Запрос кетіп қалды. Төс. Так, сіздерге клиник керек па? Жайдың мен өзім былайынан тазалап жүре берейін, үйлеріңіз әдемі екен. Ал мен былайынан жинай берейін. Айтып жатсам, кетіп қалды. Айлығы неше теңге деп сұрайын деп жатсам. Окей, берет шығарсыздар енді айлығымды былайынан. Так, мен не істеймін енді былай жинап бастай берейін, не істеймін деп көп айтып кеттім ғой что-то. Айлық қанша айтпақшы, айтып жерсіңіздерші. Мен сестренкамда келді, ауылдар скинмен. Так, Айко дейді. Так, енді жауабын күтейік. Айко үлкен қызы 25-те. Саған 25-те екен. Так, айлық қанша ешкім айтпайды, мен сестренкам жинап бастап кетті. Окей, енді мен ақшам сөмкемде тұра берсін. Енді ішінен мен андай шылабыр, андай сөртке түсіретін таба берейін. Мен сөртке түсіріп алам, себебі былайынан жарнама істеймін, короче. Так, енді ал мен жуып алайын. Так, неттен былайынан енді қойып алайыншы, работаның несін қайта бір шақырып қалып жүрер. Ал кеттік, ал мен гарничный ма, няня ма болдым әйтеуір. Так, жинап жатырмын, ақшамды қойын, ата-аналарының не істеп. Айконың бөлмесі жаңағы қыздың. Бұрышын бәрін жинаймыз да. Аяғына дейін жуамыз. Туалет не істеп сансыңдар. Так, не барамыз? Так, біз болдық деп айта берші, сестренкам. Қазір. Так, біз болдық. Назым ханым бізге андай не істесенші, айлығымызды бермейсіз ба бізге? Сіз беді қайсы дедім, шатасып кеттік қой, сөйлей алмай.
Роналду жазылмай көрінбей қалып жатыр. Так, қайтып жазып жіберейік енді, не істейміз. Айтпаса қазір айлығымызды бермейін деп тұр олар. Так, айлығымызды беріңіз. Короче, бір бәлеу сөйлейміз. Так, осы біздің жерде сөйлесіп жатқан. Айко мен Назым былай ұқсай ма, сондай ғой. Так, енді біздің айлығымызды берсеңші. Не тұрсыз? Андып, қарап. соны айтам, давайте нені беріңіз айлығымызды. Нарында Раяна деген ханымда жүр екен. Ол бейтін сәнесі жүр. Айко, қалайсың? Татьян қайда? Ол бізге тамақ берейін деп жатыр ма? Жоқ, ақшамызды берсеңші. Ой, бір кетіп қаламыз қазір, ше. Так, енді жауап күтеміз. Лебі ақшамын берген күтеміз. Немене осы қалаға бармаймыз әйтпесе. Немене ақшалар көп емес па? Әлде азайып қалған ба? Так, короче, енді күтіп тұра берейік. Одан может қатып отқан шығар, маған запрос тастап жатыр. Айлығымызды берсеңші. О, рахмет, айлық берді. Маған да берші. Беріп қалдым что-то. Маған да бер. Так, Асимон деп дұрыстап жазып жіберейік. Айлығымызды берді. Әйтеуір мен былайынан не істеп қойдым. Сөмкеме бірден былай салып жібердім. Фокус-мокс қалап. Ал кеттік, ал енді мен сестренкам кеттік. Мә, саған ағысын скин қарындар әдемі екен. Ну, окей, енді мен былайынан няня болып жұмыс істеймін. Так, Упи, сәлем, қалайсың? Құрбыммен жұмыс істеп жатырмын, қаш давай. Мен үйге кіріп былайынан қарап алайын. Мен берем дейді. Беріп беріңіздер. Так, мен былайынан үйді сатып жіберейін тез. Ой, тәте маған ақша беріп жатыр екен ғой, Roblox ақшаны. О, жақсы болды құрбым. Ойбай, сестренкам. Так, мен үйді былай босатамай тұрып, тезде суретке түсіріп, былай сатып жібермесем, антон мен ақшасы қалып қойын деп тұрмын. Так, мына суретке түсірем. Аяқта фчик. Так, тағы фчик дейміз. Так, мынау ең әдемі тап-таза жерлерім. Так, мына жақта былайна фчик. Все, давайте, қашыңдар. Мен былайна... Тәте, немене есікті бұзайын жатсыз ба, не істейін жатсыз? Ой, налар ғой енді. Так, былайын тез түсіріп алайын. Ой, не болып кетті. Так, осылай камерасы әдемі қараңдар. Осылай. Потом былай. Короче, осылайнан түсіре береміз. Былай. Хоп. Ай, тәте көзімді ауырып жермін ғой. Енді қарсы. Ай, мен де түсіріппін ғой. Қазір шақырасыңдар ғой, барыңдар. Потом шығам мен көшеге, әзір шықпаймын. Няня керек? Саламатсыз ба, сізге няня керек па? Ой, күте тұрыңыз, маған звондап қалып. Ой, көрші не о, что-то. Менің құрбым звондап жатыр ма, не істеп отырсың да? Так, былайынан кіріп көрейік. Жоқ. Менің құрбыларым басқа үй көшіріп кеткен екен ғой. Понятно. Короче, жиндун дик. Ал басайын. Ой, адам киме жатыр, қайта баса берейінші. Тур, адам киме жатқан. Міне келе жатыр. Все. Так, сіз мені шақырып алып, неме есіңіз ашпай қойдыңыз? Ой, анята қыз жүр. Саламатсыз ба? Мен жаңа не едім ғой, няняшы. Сол сіздің қызыңызға қарауға. Ой, қызын сүйіп екен еще бой кәп кетті. Немене? Короче, мен байнан няня едім. 20 күнге. Болды. Мен таныстырсаңшы, қызыңызға айтпайсыз ба? Алдын ала не істегенсіз? Так, короче, мен былайынан не істей берейін, Сіз бара беріңіз, мен 20 күнге өзім мақ қала берем. Енді сондай мен жұмысым сондай ғой. Айлығымды қанша бересіз айтпақшы? Сондай ақшама 100 мың ба, 10 мың ба, неден? 150 мың. Мә, сан. Ой, конечно, бұны деген мен деген 30 күнге қарап бере салам. Сау болыңыз, короче, ше. Мен былайынан қарай берейін де, сіз бара берсеңші, қазір қалып қоясыз. Айко деген сіздің қызыңыз ба тағы? Все, давайте, шыға беріңіз. Короче, қыздар, бүгіннен бастап мен сендерге қарайтын боламын. Мен айтқам тыңдаңдар, жақсылап мақсыздар. Мен сендердің няняларымын 20 күнге. Ал жүріңдер, бәріміз бірге ойнайық. Жүріңдер.
Давайте қазір мен сендерге мына жаққа ойыншық құрап берейін. Мамаларын тастап кеткен, былай айтып жүрт бәрін толық. Так. Жата қойыңдар осы жаққа. Мен сендерге қазір ертегі оқып беремін. Давайте отырыңдар. Жатыңдар. Міне мен ұқсап жатыңдар. Вау дейді. Әрине бұл мен өзім мөлдіреген көзім. Короче, давайте тез жатыңдаршы. Мен ертегі айт, сендер ұйықтап тұрсайын. Мен сестренкам келді. Давай, сендер жата берші, болды. Менің қыз болды. Так. Ертеде бір ханшайым болыпты. Ол ханшайым өте сұлу болыпты. Қыз, сестренкам қашшы былай. Ол деп отқан кез уже ұйықтап қалыпты барлығы. Окей, сендер ұйықтай беріңдер. Өздері сүйкімді болып жатыр, қараңдаршы. Былай жыбырлап қала берді ғой. Нау кім өзі? Нау кім? Бастың ғой ана қыздарды. Танымаймын мен, не кіріп кеткен. Короче, бұл қыздарға сүт берейінші мен. Қарындар ашып қуаншар. Маңдар сүт ішесіңдер ме? Давайте тұрыңдар, келіңдер. Маңдар сүт ішіңдер. Уже 20 күн өтіп кетті. Маңдар. Мамаларым бүгін кеп қалуы мүмкін түстерде. Сәдеше олды өз 1:16 кетіп жатыр екен. Уже түс болыпты ғой. Неқта көршілеріне міне рұқсатсыз кіріп шығып жүре береді. Так. Мамасы келіп қалуы мүмкін, былайынан күте тұрайын. Ең алдымен суретке түсіріп алайын. Менде уже рекламалар жақсы өтіп жатыр. Ал міне былайынан суретке. Саламатсыз ба? Мен былайынан келіп едім жұмысымнан. Сізге айлығымды берейін. Мен уже енді боспын ғой уже. Қыздарыма өзім қараймын. Жақсы айлығымды беріңіз. Мама болшы дейді. Бір жаққа байын деп отыр деймін. Окей, рахмет, мен тағы ақша жинадым, алақай. Мына үйім әлі сатылмай жатыр, бір ұстайын ба? Так, енді кімге няня керек жазыңдар. Мен деп, короче, не жазады білмей жатырмын. Кімге повар керек жазыңдар. Мен няня болмаймын, уже миым ашып қалды ғой. Мен деп жазыңдар. Короче, жаздым осылай. Қазір кім мен деп жазады, соған повар болатын боламыз. Так, оған дейін ақшамбай алып жүрген, мен үйім сындырып тастапты уже басқалар. Қараңдар. Окей, нарындар. Әлі отбасы деген бір ай болды уже, былайынан әлі тұр ғой. Аты еще мамасы, еще қасында алдында Назерке деген қыз маған не болды ғой. Так, наятта что-то мен деп жазбай жатыр ғой. Жазыпты ғой. Дом, нешінші дом дейін. Нешінші жылғысын деп отыр. Бір-бірімен танысып дос болып отыр. Короче, кімге повар керек мен деп жазыңдар деп отыр мен. Деп ешкім жазбапты. Мен былайынан оқып қаппын ғой. Окей. Бір ешкім жазбай отыр. Қараңдар, оған дейін іскен бағалақ. Ана қыздың іскен әдемі екен. Мен деп жазыпты ғой. Үй неше? Бұл мына көрінбей қалды ғой енді. Дом. Далама деп қалды ғой, далама. Қасқа мен өзім қалым ғой, дом. Қандай жазсаңдаршы. Бірден дом жазып кетіңдерші, аты мен былай бармай қоймату. Так, короче, үйді басайық. Так, все, келдім. Қайта кеттім. Короче, ішіндегі адам шығып кетті, былай қалды. Керек емес ол. Так, енді ішінен қарайық, жоқ болған. Короче, мен ешкімге повар болмайтын болдым, осы ақша болады енді. Әрі қарай басқа жұмыс айналыспасам, то іш пысып кетті. Қиын болып кетті деп едім, іш пысып кетті деп ма. Так, енді мен бұған не алсам екен, өзімді армандап жүрген үйімді алайыншы алдымен. Ал кеттік ал. Так, бұндай үй болмайды, бұндай үй жоқ, не нормально. Так, былай. Жоқ, мыналар вообще болып кеткен ғой. Мына үйді алам. Короче, қараңдар, бұл менің өз ақшама алған үйім. Әжемі қараңдар. Әже, сен мен көріп тұрсың ба? Қара, мен өз еңбегіммен мынандай үй алдым, әже. Көрдің бе? Әжем мен не істесе екен?
Так, короче, мен өз немді алдым. Еще қараңдар, менде мынандай машина алынып тұр. Мәссаған, мен мынандай үй вообще қатты қуаныштымын. Сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес қой. Мәссаған, қараңдаршы, бөлмесін дегенме. Ұйықтайыншы болды. Жоқ, достар. Мен бұл нені жеткізу үшін ең алдымен құрбымның мамасы көмектескен. Олардың үйіне не болдым, олар маған көп ақша берді, жетерліктей. Оларға ақша берейінші. Ол кеп тұр екен ғой, өзі де қазір есікті ашайын. Ой, кім машина айдап бара жатыр? Қара жаубай дейтін бір айдап бара жатыр машина, маңдай алып тастадым. Ой, саламатсыз ба, қалайсыз? Сізге көп рахмет, сіздің арқаңызда деген мен осындай үй алдым. Сізге көп рахмет. Мына қалған адамдар сіз алып келгенсіз ба? Немен біздің мен жеп қойды ғой, ой. Скиндер әдемі екен бірақ ше. Так, саламатсыз ба? Кім саламатсыз ба? Шатасып жатыр мәне енді. Сәлем бе? Айналайын, көршінің қызы. Мен құттықтауға келген едім. Сен осындай үлкен үйді өз еңбегіңмен жеттің. Рахмет, енді бұл сіздің арқаңызда. Сіз маған ең алдымен өте керемет бір қолдау бердіңіз. Сіз білесіз бе? Сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес. Не айтарымды білмей қалып жатырмын уже. Бір қалай жеткізсем екен. Сізге көп рахмет. Сізге ақша берейін бе? Жоқ, біз былайда неміз ғой. Короче, достар, біздің история аяқталды. Маған тіркелмеген болсаңдар, тіркеліп, лайктарыңды басып кетіңдерші, достар. Сосын тағы басқасын түсіремін. Всем пока!